Диск номерін айтып жіберсеңіз. Диск номер 5947, раздел 2. Жоқ. Мен қатысты жаңа сұрақ қоятыным. Қазір. Іс беті 11, бірінші камера, Қонаев қаласы, ұсталған Ильясов Нұрқияс Төлебекұлы, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы. Екеуінің арасында болған әңгіме. Рұқсат. А деген Абзал, Н деген Нұрқияс. А. Көзі қилы ананың. Н. Нұрқияс, досым, байқамадым. А. Көзі қилы ананың, брат, бітіп ішіне қарап тұрады. Басқа жаққа қарап тұр десеш, қалай артымызда тұрған машиналарға да тимеген, ая? Соның ар жағында тағы да машина тұрды. Айтқаннан кейін таспен түсірдім. А. Мен де түсірдім. Н. Тиді мына жеріне. Ма? Бір жеріне тиді. Тас алдымда екеуі тұрды ғой. Бір-бірінің артында тұрды ғой. Еще мына жағында машина тұрды. Жіберіп қалып, боқтық сөздерді жібердім. Так, едім тура мына жеріне тиді. А. Сен атты деген әңгімесі жоқ қой, бірақ. Н. Ұмытып қалған ғой, кажется. Сен айтпа. Осы бойынша сұрақ қойға бола ма, құрметсіз? Қойыңыз. Кімге қоймақшысыз? Так, мына Абзал. Нұрқияс, ұмытып қалған ғой, кажется. Сен айтпа. Не туралы айтып отырсыз? Құрметсіз, мен танысқан кезде мен Абзалды негізі досым деп атамаймын вообще. Абзик деп атаймын. Аяқта досым деп жазылған. Бұмен мен келіспеймін деп негізі айтқам негізі следаққа. Құрметті сот, мен де тергеушіге келіспеймін, но мен сөздерім емес деп айтқам. О жерде ондай әңгіме болмаған бізде. Бейне жазылған несі болса, аудиосы болса, тыңдасақ. Даусымен тани аламын өзімді. Дауыс бұранды сөзі дискіні дауыстарың бар деген қойып бер деген қоймай қойған сөзі следак. Тоқа қағаз жүзінде ғана әкеп беріп, келіссен деп. Мен келіспеймін, Абзал досым деп атамайым деген мен.